Мені бір кезде айтты Бердібек Машбекұлының племяннигі дейді, туысы. Ана жерде Дина базарының сол жерге салады, автоппен ме деймін, бірдеңе сұрап жатыр өзі. Жоқ, ол Дина базардың. Сол ауданда 4 жаңа мектеп салынады. Мен Нойға шығып барқандағы оң жақтағы дачалар бар ғой, соларға ауыз салуға тура келетін шығар. Көп қабат үйлер салуға, өйткені басқа жер жоқ. Мен алаңда тұрдым, шықтым. Өскемен деген сөз қазақтың сөзі ғой. Жерді барлығына береміз. Қаланың атын өзгертуден аузымыз күйіп жатқан жағдайлар бар ғой бізде. Мен айтам, бұл тарихи оқиға. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін бізде студияда Өскемен қаласының әкімі Жақсылық Омар замандасымыз. Құрметті Жақсылық Мұқашұлы, қош келдіңіз. Бүгінгі алғашқы біздің Өскемен әңгіме қысқа атты жаңадан енді бастап жатқан, ашылып жатқан сұхбатымызға. Енді әңгіме қысқа болғаннан кейін бірден сұраққа көшейін. Ең алғашқы автобустар мәселесі, өзіңіз білесіз, автобустар мәселесі жалпы қандай деңгейде екенін қаламызда. Енді жаңасы да келеді деп жатыр, бірақ халық енді күрк-күрк жөтелген автобустар деп өздерінің күлдіргі әңгімелерінде айтып жүр. Енді қалай болады алда? Жаңа автобустар келе ме? Жалпы Өскеменнің автобус паркі жаңара ма, жақсара ма дегендей. Барлық халық түсіну керек. Біздің автобус парктері жеке меншік. 1992 жылы, осыдан 30 жыл бұрын автопарк нөмірі 1-ші, автопарк нөмірі 2-ші жеке меншік қолға өткен, содан бері жеке меншік кәсіпкерлердің қолында. Екіншіден, бұл автобустарды жаңарту үшін қандай нақты қадамдар істеу керек? Бұл жылдан жылға қордаланып келе жатқан мәселе. Сондықтан да біз бірнеше нақты қадамдар істедік. Біріншіден, осы автобус парктың иелеріне біз көмектесуіміз керек. Қалай көмектесеміз? Әрине тек қана бір-ақ жолы бұл субсидия. Сондықтан да біз есептеп келіп, облыс әкіміне баяндадық. Облыс әкіміне рахмет, бізді қолдады. Қазір 2021 жылы біз 900 миллиондай субсидия бердік. Қазір 2022 жылы 2,6 миллиард субсидия беріп отырмыз. Субсидия дегеніміз бұл көмек. Бірақ біз автобус паркінің иелеріне айттық, қожайындарына. Біз субсидия береміз үкіметтен, бірақ сіздер жылдан жылға жаңартылған автобустардың санын көбейтулеріңіз керек. Қазір егер де біз салыстырып айтатын болсақ, 2021 жылы 18 жаңа автобус келді, ал 2022 жылдың аяғына дейін, осы биыл жылдың аяғына дейін біз 64 жаңа автобус аламыз. Сонда біз 2 жылда 80 автобустан жаңарттық. Енді 2024 жылға дейін біздің бағдарламамыз бойынша біз қаладағы автобустардың 80%-ін жаңартуымыз керек, оған толық мүмкіндік бар. Қазірдің өзінде нәтижелерін көруге болады. Екіншіден, электрондық билетті енгіздік. Биыл соңғы 50 жылдың ішінде бірінші рет Өскемен қаласына 4 жаңа бірдей трамвай келеді жылдың аяғына дейін. Айтпағым, біздің жоспарымыз бар. Қадам-қадамменен, кезең-кезеңменен сол жұмыстарды іске асырып келеміз, және міндетті түрде оның нәтижесіне жетеміз. Қаламыздың ішінде 280 автобус жүреді. Кейде мәселелер көтереді жолаушылардың тарапынан, мен оны түсінемін. Автобустар кешігеді, немесе келмей жатыр, немесе тоқтамай кетті деген. Ондай кезде біз арнайы орталық бар, жолаушылар тасымалдау орталығы. Ол жердің колл-центрінде телефондар бар, әлеуметтік парақшаларда өздерінің контакттері бар, соған шығып хабарласу керек. Ал енді трамвайлардың, қорқынышты трамвайлары бар көшедегі, соларды толық қаланың ішін алып тастайтын мүмкіндік бар ма? Біріншіден, қорқынышты трамвайларды біз соңғы 3 жылда жоспарлы түрде жөндеп береміз. Бір қызығы, 1 жылда жөндеп тастауға болады барлық трамвайды. Қаржымыз бар, мүмкіндігіміз бар, ең басты ниетіміз бар. Бірақ дарын соған істейтін адам жоқ. Соны істейтін біз конкурсқа шығарамыз. Конкурсқа, тендерге ешкім қатыспайды. Өйткені трамвайды жөндеуге көп адамдардың қолынан келмейді, немесе жүрегі де оламайды. Біз одан іздейміз, Алматыдан іздейміз, Павлодардан іздейміз. Жаңа трамвай алып келуге болмай ма деген ғой? Жаңа трамвайды мен сізге айттым, жаңа бір Белоруссияның Минск қаласында үлкен зауыт бар. Енді ол әйгілі зауыт. Сол жерден біз тапсырыс бердік. Биылғы жылдың соңына дейін 4 жаңа трамвай Өскемен қаласына келеді. Мен айтам, бұл тарихи оқиға. Соңғы 50 жылда бірінші рет жаңа трамвай алып жатырмыз. 4 трамвай, жалпы неше трамвай жүреді қазір қаланың көшесінде? Бұрын жеке меншік
компания болған кезде, жеке меншік кәсіпкерлердің қолында болғанда, күніне 5-6 трамвай шыққан. Қазір күніне 14-15 трамвай шығады. Енді жаңа 4 трамвай келсе кішкене көзге... Әрине, біз сол үшін жұмыс істеп жатырмыз. Ана ескі трамвайды реставрация істедік біразын. Енді қазір жаңа трамвай аламыз, ол биылғы. Келесі жылы біз тағы да тапсырыс беретін боламыз. Сіздің ойыңызша жаңа 80% деп жатсыз ғой, алдынан 100% халықты былай жақсы қоғамдық көлікпен қамтамасыз ету үшін Өскеменге неше автобус керек деп ойлайсыз ба? Таза былай цифрмен өзіңіз ойлап. 280 автобус керек. Сонда сіздің ойыңызша келесі жылдан ба, одан арғы жылдан ба, қай кезден бастап адамдар қалыпты көңілі толатын жаңағы автобусқа қол жеткізеді? Толық 80 автобус жаба алмайды ғой бәрібір. Бүкіл халықтың көңілінен шығатын 2001 жылдары қазіргі ескі автобустар ғой, Скания деген Скандинавия. Сол автобустар керемет жақсы жүрді қаланың ішінде. Адамдар Өскемендегі көшедегі такси тоқтатып тұру деген жоқ қой Өскеменде. Содан қалған деп ойлаймын өзім. Өйткені автобустар өте жақсы жүрді де, адамдар көшеге шығып, қажеттілік болған жоқ такси тоқтату. Ал енді соның бәрі қазір автобустар бітті, қирады, енді бәрі таксимен жүр қазір халық былай қарасаңыздар. Сол жылдарға қайтып келе алатын мүмкіндігіміз бар ма дегенім ғой. Әрине, мүмкіндік әрқашанда бар. Біздің оған жоспарымыз да бар. Ең бастысы ойымыз, ниетіміз бар. Бұған ең қажетті нәрсе бұл мүмкіндік. Мүмкіндік дегеніміз қаржы. 2001 жылдан бері қарай 20 жыл өтті, көп нәрсе өзгерді ғой дарын. Ол кезде барлық нәрсе таңсық болатын бізге. Әрине 18 автобус немесе 20 автобус қаланың бірден жайнатып жібере алмайды, көзге көрінбей қалады. Биыл міне 64 автобус келді. Қазір мысалы өзім жаяу жүремін немесе көлікпен жүргенде қарап отырасың, көзің қуанады. Үлкен ақ-көк автобустар, біздің қаламыздың түсі ақ пен көк деп таңдап алғанбыз. Ақ дегеніміз таулар, көк дегеніміз су, өзен, ертіс деп. Сол дизайнменен қазір Семейдің Семаз автозаводы бізге дайындап жүр. 18 автобус былтыр әкелді, 64-ін биыл әкеледі. Мен ойлаймын, 24 жылдың ішінде біз осы өзгерісті толық байқауымыз керек. Және осыны ары қарай біз тоқтатпауымыз керек, егер үздіксіз жұмыс істеп 2 жылдың ішінде жағдай түзейміз. Енді жаңа Семаз деп жатсыз ғой, енді ол жақтың автобусының сапасын білеміз ғой. Мынандай жай ой. Мысалы шетелден, Еуропадан мысалы second hand дейді ғой жаңағындай. Әмбе арзан, әмбе сапалы автобус алып келіп, мысалы жаңа бір автобусқа кететін қаржыға может 2 автобус алуға болады дегендей. Сондай ойлап көрген жоқсыздар ма? Жеке меншік адамның өзінің құқығы. Ол кәсіпкер. Мысалы Марат Қабдығалиұлы Татаев деген кісі бар, танымал азамат. Сол кісіге барып айтыңыз, сіз солай істеңіз деп. Ол кісі айтады, бұл субсидия беріп отырған Шығыс Қазақстанның ақшасы дейді. Қазақстанның ақшасы, сіз үкіметтен алып отырмын. Оны неге мен шетелдің экономикасын салуым керек дейді. Ол кісі айтады. Мен одан да оны сол Семейдегі жұмысты жүрген қазақтар соған жалақы алсын. Сол Семейдің автобусын алайын. Әкетіп бұрқын кезде үлкен айырмашылық жоқ дейді. Семейде де қазір олар былай маманданып алған автобустар жаман есімен көңілім толады кәсіпкер ретінде дейді. Ол кісіге де уәж айта алмайсыз. Бір жағынан дұрыс ойы. Екінші жағынан мысалы Али Мусин деген азамат бар. Ол әкеліп жүр шетелден. Ол айтады, жоқ, маған былай ыңғайлы. Мен Алматыдан барып, жаңағы поставщиктермен келісіп, былтыр бірден 13 автобус әкелді. Ол бұл автобустар бұрын жүрген. Бірақ шетелдікі. Сапасы жақсы. Өте жақсы. Мынау Семаздың автобустары бір ыңғайлысы қосалқы заттар жаныңда. Және олар сенің айтқаныңмен істеп береді. Және тез. Енді Өскеменнің сыртының бәріне Өскемен деп жаздырып қойдыңыз, өте керемет көрінеді кіріп келе жатқан кезде. Жалпы былай Өскеменнің егер атын ресми қазақшалау керек болса, қалай біреуі кеңгір тұра дейді, біреуі тағы бірдеңе дейді, мысалы, сіз қалай атар едіңіз, мысалы үшін жай? Мен Өскеменді өте жақсы көремін дарын. Өскемен мені адам болып қалыптасуыма сеп болған орта. Өскеменде 28 жасында келдім мен Өскеменге. Жаңағы бағдарлама бойынша. Сол 28 жасымнан бастап осы қаланы бауыр басып қалдым, өз жақсы көремеді. Сондықтан осындай пікірлер әрине Өскеменнің тұрғыны ретінде, Өскеменнің патриоты ретінде
мені айналып өтпейді. Бірақ оны енді қалай деп атасақ та бәрібір осы Өскемен деген атау халықтың аузына да жеңіл, жүрегіне де жеңіл, және санасына да бекіп қалған. Бұны енді қанша өзгертем десеңіз де бәрі өзгермейді. Қаланың атын өзгертуден аузымыз күйіп жатқан жағдайлар бар ғой бізде. Сондықтан да осы Өскемен деген, менің ойымша әп-әдемі қазақтың сөзі, оны бірінші рет айтып жүрген жоқпын. Бірінші рет Өскемен. Мен өскем осында. Өскемен. Туып өскен жерім осы. Ортам осы. Осыны сіздің аузыңыздан ылғи естіп жүрмін. Иә, Өскемен деген сөз қазақтың сөзі ғой. Мен осында өскем, менің ортам осы, менің туған жерім деген мағынаны береді. Сондықтан да осы Өскемен деген әдемі атауды өзім есептеймін. Мен бұл өзімнің жеке пікірім. Тұрғын үйлер, жалпы ген планы бәрі кеңейіп үлкейіп келеді да, енді қалалық ба әлде облыстық түбі әкімдік көшетін белгілі ғой, мысалы, қай уақытта көшеді шамамен сізше? Әкімдікті көшірудің ешқандай қажеттілік жоқ әзірше. Көшпейді. Сол қала береді осылай, иә? Осылай қала береді. Биыл жаз бойы Өскеменде жолдар жақсы бір қалыпқа келіп қалды өзі. Бұрылыстардың бәрі ыңғайлы дегендей. Енді бірақ әлеуметтік желіде сіз туралы енді көп айтылып жатады, сынды мысалы. Енді сонша неге өшігіп алған дейін бе, қалай айтсам екен. Сіз туралы өте көп негатив көп та. Жалпы қалай көтересіз сынды? Неге соғырша жаңағыдай риза емес халық? Енді дарын былай ғой. Біріншіден осындай қызметте болғаннан кейін кейде оны өзің байқамайсың. Біреудің жолын кесесің. Біреудің жоспарына кедергі болуы мүмкін. Біреудің айтқанын істемейсің. Біреудің дегеніне көнбейсің. Содан кейін ол адамдар саған ренжуі мүмкін, өшуі мүмкін. Одан кейін қазір қандай қару? Сыртынан тұрып алады да айтақтап қояды біреулерді, сонымен мынаны адам сөйту керек. Мен енді кейде оны әдейі істемейсің. Ол жерде енді мемлекеттің мүддесі бар ғой. Мен оны айтуым керек, қорғауым керек. Мына жұмыстың барысында күнделікті бір шешім қабылдаған кезде сол жекелеген адамдарға ұнамайтын шешім қабылдап қоюың мүмкін, оны өзің де білмейсің кейде. Бірақ сол кезде сол адамдар ренжиді. Сосын жаңағындай ақпараттық шабуыл ұйымдастырған сымақ болады. Бірақ оның барлығы жалған болғаннан кейін, жалған нәрсе өзі өтіріктің бір тұтам дейді ғой. Бүгін бар, ертең жоқ. Жас кезіңізден үлкен лауазымды қызметтерде келатсыз ғой. Алматы облысы әкімінің орынбасары болдыңыз, Шығыс Қазақстанда екі бірдей әкіммен жұмыс істеп келе жатсыз деген сияқты. Қаланың әкімсіз. Енді мына көбінесе журналистер осы сұрақты сізге де бұрын қойған екен. Жалпы халықтың көкейінде де айтылмай жүрген бір сұрақ бар да, сіздің тірегі кім осы? Жақсылық Омардың тірегі бар ма деген? Енді көп адамдар неше түрлі айтып жатады. Мені бір кездерде айтты, Бердібек Машбекұлының племяннигі деді, туысы. Енді былай алып қарасаңыз, Бердібек Машбекұлы сырдың қазағы. Жаңақорғаннан, бүкіл ата бабасы сол жағынан. Мен мынау Алакөлдемін. Былай қарасаң, үш қайнасаң сорпан қосылмайды. Мен ол кісіні осы жерге келіп таныстым 2009 жылы. Оғанға дейін білген жоқпын ол кісіні. Мені направлениемен жіберді, мен келдім, сол кезде осы жерде облыс әкімі болып жұмыс жүріп, мен бірінші әуелі ішкі саясатқа, одан кейін әкімнің көмекшісі шығып. Мемлекеттік қызмет осы шығыстан бастап? Жоқ, мен бұрында істегем қызметте. Мен мемлекеттік қызметте жүргелі 20 жыл болды. Және бір нәрсені ескерту керек. Мен өзі Шығыс Қазақстанда екі әкіммен жұмыс істедім. Бірі Бердібек Машбекұлы Сапарбаев, екінші Даниал Кенжетайұлы Ахметов. Осы екі кісіге де ешкім телефонмен немесе өзінің сөзін өткізіп қызметке қойылмайды. Бұл екі кісі де біреудің айтқаныменен біреуді қызметке қоятын адамдар емес. Оны өзің жақсы білесің тарын. Сондықтан да бұл мәселені екеуі де өте тәжірибелі, неше түрлі сынақтан өткен, өмір көрген, тәжірибесі мол адамдар ғой. Егер адамның өзінің мүмкіндігі болса, көтереді. Мүмкіндігі жоқ болса, қошай түседі. Сондықтан да, мысалы, санаға сыймайтын нәрсе. Бұл кісілерге біреу звондап, ойбай, жақсылықты көтеріңдерші, солай ұстаңдаршы деп айтады деп, сөзін ешкім өткізе алмайды. Екеуі де сондай. Сондықтан да бұл мәселеге осы нүкте қою керек шығар деп ойлаймын.
Енді мына қыстағы оқиға туралы, қаңтар оқиғасы туралы. Енді сіз ол жерде көрдіңіз, жалпы шықтыңыз, ел алдына сөйледіңіз, елге басып айттыңыз. Соны мына осы халық жақсы баға берді сізге, соны әлі күнге айтып жүр. Сол кезде Жәкең шығып айтып еді, сөйлеп еді деп. Енді қалай баға бересіз жалпы желтоқсан оқиғасында, желтоқсан оқиғасы дедім. Қаңтар оқиғасында жаңағы шыққан адамдарды біреу террорист деді, тағы бірдеңе деді. Сіз жалпы қандай баға бересіз? Енді қаңтар мен алаңда тұрдым, шықтым. Бұл енді бір жағынан менің міндетім. Өйткені себебі адамдар белгілі бір жиынға, митингке сондай жиналған кезде мынау атқарушы билік, жергілікті атқарушы билік органдары келіп ескерту керек. Бұл қимылдарыңыз заңсыз, бұны заңның аясында шешейік, әуелі сіздер өтінім беріңіздер, сосын күнін белгілеп арғатай қарастырайық. Одан кейін сол жергілікті жердің прокуроры келіп түсіндіру керек. Сондықтан сол жұмыстардың аясында мен шығып айттым, менен кейін қаланың прокуроры сөйледі. Бірақ халық көнген жоқ. Мен айттым, таңертеңнен кешке дейін, кештен таң атқанға дейін әр адамды тыңдауға бармын. Бір-бірден қабылдайын керек болса. Бірақ түрлі адамдар болды. Біреу көмірдің бағасы қымбат деді, біреуі жалақы аз деді, біреулер айтты кредитін жабылмай жүрмін деді, біреулер айтты үй керек, біреулер жер керек, біреулер анау керек, біреулер мынау керек. Әртүрлі адамдар болды. Ол жерде мемлекеттің мүддесін ойлап келген адамдар да болды, өзінің болашағын ойлап келген адамдар да болды. Одан кейін шынын айту керек, мен ол жерде көп мынау қызбаған адамдарды көрдім. Ол жерде түрлі адамдар болды. Ол жерде өзінің жан айқайын жеткізуге келген дарын да болды. Ол кезде ол жерде біздің ауылдардың ауданына кеп тіпті мынау буынсыз жерге пышақ ұрғандай өзінің талабын қоятын адамдар да болды. Жөнсіз талаптар болды кейде бір. Міне маған қазір үй бер, әйтпесе өзімді өртеймін деген сияқты. Сондай адамдар да болды. Бірақ айналып келгенде менің көргенім бәрібір сол топтың ішінде өзінің жағдайын айтып, жай-күйін реттегісі келетін және соны үкіметке жеткізгісі келетін адамдар көп болды. Одан кейін байқадық, енді ол басында біраз адамдар келіп айтты, одан кейін күшейе бастады, көбейе бастады. Ал соңында көрдік, нақты ұйымдастыру жұмыстары жүрген, ішінде өзінің лидерлері бар, кімге қалай жүру керек, кімге қалай киіну керек, кімге қандай тапсырмалар берілген, соның барлығын көз жеткіздік қой. Ол жайдан-жай болмаған нәрсе. Міндетті түрде басында енді көп адамдар стихийный деп ойлады. Я солай басталды, бірақ оның өзі жоспарда болған. Террористер болды деп ойлайсыз Өскеменде де, жаңа кірген? Енді оған құқық қорғау органдары айту керек шығар. Мен өзім оларды көрген жоқпын. Менің көргенім сол қарапайым адамдар, шын айтқанда сол алаңда тұрған адамдардың 80% қаланыкі емес. Көп ауылдан келгендер. Мына қазақ тілінің дамуына не кедергі деп ойлайсыз жалпы қазір енді? Қазақ тілінің дамуына... Сіздің ойыңызша жеке пікіріңіз енді? Қазақ тілінің дамуына мен кедергімін, сен кедергісің дарын, Серік кедергі, Әлібек кедергі, басқа кім кедергі болуы мүмкін? Ештен кедергі емес, заң кедергі емес. Оған әкетіп бара жатқан қаржының да қажеттілігі жоқ. Қазақша сөйле, қазақша талап ет, қазақша аралас адамдармен. Біз өзіміз кетіп қаламыз ғой. Иә, біз қазақша сөйлейтін жерде басқа тілде сөйлейміз. Қазақшадан араласатын жерде басқаша араласамыз. Мен ойымша кінә әр адамның өзінен болу керек. Жаңа балалар қазір кішкене жас буыннан мектептің бәрі айналасына барсаңыз бәрі орысша сөйлеп кетіпті де қазір. Соң не фактор әсер етіп жатыр? Мен өзім де әкемін ғой енді. Менің балаларым кейде орысша сөйлейді. Бізде енді мен семьям мысалы
қалай айтсам болады, енді нағыз қазақ тілді семья ғой, былай айтқанда. Әкем қойшы, шешем қойшы, нағашылары да балаларының түгел қазақ тілді адамдар. Бірақ кейде байқаймын, сол орысша сөйлей бастайды. Неге? Өйткені мен жұмыстамын, мамалары қол тимейді, балалардың бәрі ютубта тұрады. Ютубта не? Толған басқа тілдегі контент. Ютуб кедергі болып тұр осында. Соны көреді. Енді ол жерде тек қана ютуб емес, біз кедергіміз, біз қадағаламаймыз ғой. Біз айтпауымыз мүмкін. Қазақша сөйле, қазақша біл, қазақша таны деп. Уақыттың жоқтығы ма, әлде өзіміздің селқостығымыз ба, әлде осалдығымыз ба, ата-ана ретіндегі, әлде жауапкершілік сезінбеуіміз ба, мүмкін содан шығар деп ойлаймын. Бірақ ар жағында бір бейқамдық бар шығар. Менің балам қайбір орысша сөйлеп кетеді дейсің, бәрі қазақша сөйлейді, әкесі мен шешесі анау деген сияқты ойлайтын шығарыз мүмкін. Олай да ойламау керек. Білем, жазылды ғой, талай ұлт зиялылардың балалары өзінің ана тілін білмей жүрген жағдайлар көп болған. Сондықтан да әр адам өзінің бала шағасына тілін түзеу керек шығар, соған ықтият жасау керек шығар, соған мүмкіндік беру керек, және соны қадағалау керек. Өткенде бір адамдарға бәрі сайтта бір шықты ғой, жер береміз, осы жеріне тіркеліңдер деп. Осы қаланың маңайындағы кезекте тұрған адамдар жалпы жер ала ма қазір? Қарапайым халық сол өшіріп жылжи ма? Жалпы жер туралы өте өзекті мәселе ғой жалпы халық тарапынан. Мысалы, 10 сотық жер алып үй салу кезге қазақтың арманы ғой маңайда. Сол жағынан айтып өтсеңіз. Өскемен қаласында жер жетеді. Және оған біздің генплан бойынша бірнеше шағын аудандар белгіленген. Мысалы, 28 шағын ауданда 1002 участок бар. Бос тұрған қазір ма? 1002 участок босы бар. Жалпы 28 шағын ауданның көлемі 1002 участок. Сол жерге қазір байқанда 80% таратылды. Бірақ ешкім үй салмайды. Қалай салмайды? Салмайды, жерді алады да салмайды. 22 ауданда жүздеген учаскелер бар бос тұрған. Не істейді адамдар дарын? Өзің сияқты мысалы азамат келеді, жер алады, фундамент көтеріп қояды, сосын арақтай салмайды. Мысалы, Әл-Фарабидің ар жағында 20-21 шағын аудандарда салынбай тұрған үйлер көп. Мүмкін жағдайы жоқ. Мүмкін сатқысы келеді. Бірінші оғылдан екінші оғылға. Мүмкін кейінге шегіндірді. Түрлі себептер бар ғой. Қазір Өскемен қаласында 21 мың адам жер алуға кезекте тұр. Біз қазір 28 шағын аудан, 22 аудан. 28 шағын аудан деген мына Нұрлы көш жақта. Енді генпланмен бірнеше шағын аудандар белгіленген жер үй салуға. Бұл Самсоновка. Оның бер жағынан Чечектегі 25 шағын аудан. Одан кейін мынау 19 шағын ауданның ар жағындағы 27 аудан деген бар. Мынау Атығай асуының сол жақ қапталы. Одан кейін 28 шағын аудан. Осы 4 ауданда үй салуға белгіленген. Бұл генплан бойынша жер үй салуға белгіленген аудандар. Ол жерде қазір біз 25 шағын ауданда суын тартып қойдық. 27 шағын ауданға суын тартып қойдық. 28-ге суын светін тартып қойдық. 25 пен 27-ге суын светін тартып жатырмыз. Аяқтаймыз. 25 шағын ауданда 1000 участка бар. 27-де 600 участка бар. 28-де 1000 участка бар. Сол сияқты Самсонның өзінде бірнеше мыңдаған участка бар. Қазір Самсоновқа да су тартып жатырмыз. Кешеуіл деп. Мысалы. Сондықтан да бірінші коммуникация, одан кейін жер тарату керек. Егер де коммуникациясы жерді берсең, оның түбі наразылық қалып береді. Бақылауын алып тастаймыз. Аланы қанша адам өшірте тұр дедіңіз, кезектегі тұрған қанша адам? 21 мың. Олардың жағдай қалай болады, олардың жылжу кезегі мысалы? Бәріне береміз үйді, жерді барлығына береміз. Бірақ жаңағындай талаппен. Бірінші свет, су болу керек, одан кейін арақтай жерді береміз. Ал енді мектеп мәселесі қалай болады қазір? Осы ішті білініп жатыр екен, мектеп жетпеу мәселелері қай жерлерге жоспарланған, қай жылдарға деген сияқты? Осыдан небәрі бір 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын, 19 жылы біз 2 үлкен мемлекеттік тілде оқытатын мектеп пайдалануға бердік.
48-ші мектеп, одан кейін 49-ші мектеп Ақмердегі, 48, 19-дағы. Оның алдында 46-ші мектеп пайдалануға берді. Одан кейін бұрынғы Ниш 47-ші мектеп болды. Бұның барлығы мемлекет тілде оқытатын мектептер. Енді биыл Өскемен қаласында біз 1000-ға тарта мектеп жас түлектерін шығарып салсақ, 6000-ға жуық бірінші класс қабылдадық. 5 есе көп. Мына 46 мектепке барсаңыз, Мен кішкентай болғам сонда оқиды. Сонда жаңағы мұғалімнен сұрасам, 12 бірінші класс ашқан. 12 бірінші класс. 12 класс. Әр класста 25 бала бар. Енді есептей беріңіз. Енді сондықтан да қазір облыс әкімі Даниал Кенжетайұлы бізге тапсырма берді. Осы мәселені шешу үшін осы жақын 2-3 жылдың ішінде сол ауданда, сол жағалауда 4 жаңа мектеп салынады. Барлығы үлкен мектептер. 1000 орындық. Қай жерлерге? 600 орындық. Қазір мына драма театрдың артында 600 орындық мектептің құрылысы басталды. Қазір жүріп жатыр. Одан кейінгі екінші 1200 балаға арналған үлкен мектеп Есенберлин даңғылының бойында болады, оң жағында. Мынау Есенберлин шыққан кезде анау темір жолдың астынан өтесіз ғой? тау жағына. Иә, мына Цимирдің оң жағында, Қарамағаш жағында. Сол жерде алаңқай бар. 4-ші квартал дейді біздің генпланда. Сол жерде 1200 орындық мектеп салынады. Одан кейінгі жоспар, анау бұрынғы білім және ғылым министрлігінің тастанды объектісі бар ғой, салынбай қалған. Таудың үстінде тұрған. Таудың үстінде тұрған. Сол жерді қазір облыс басшысы бізге тапсырма берді. Қаржы бөліп, сол жерде интернет ашуымыз керек. Физика, математика саласы бойынша дарынды балаларға арналған, сол жерден 900 балаға арналған интернат, мектеп-интернат салынады. Бұл үшінші ма? Төртіншіңіз, облыс соттың артындағы үлкен учаскені қазір рәсімдеп жатырмыз. Сол жерде 4-ші мектеп болады, 600 орындық. Бұл енді 48-дің жанындағы. Шамамен алдағы 3-4 жылдың ішінде. Әлі одан да бері. Келесі жылы драма театрдың артындағы мектеп бітеді. Оның қазір құрылысы басталды. Біздің мақсатымыз келесі жылдың аяғына дейін ең құрғанда тағы да бір мектепті бітіріп жіберуіміз керек. Бұл жерде үлкен мүмкіндік бар. Қазір мынау президенттің бағдарламасы қабылданды ғой, қолайлы мектеп деген, комфортная школа деген. Бұған арнайы қаражат бөлінеді. Біз соған, сол комфортная школа деген бағдарламаға, қолайлы мектеп бағдарламасына қазір жер учаскелерін дайындап жатырмыз. Ол жерде жаңа айтқандай тағы да свет, су болу керек. Оның бәрін тексереді. Үкімет соған қазір осы 4 учасканы дайындап отырмыз. Келесі жыл бастап құрылыстарына кіріспесек деген ой бар. Бұл төртеуі де қазақ мектебі ме? Сонда қазақша мектеп болады ғой? Қалай? Енді ар жақта контингентке байланысты қазір анализ жасауымыз керек. Бұл жерде де мәселе бар. Ана қазақ мектептен ашқан кезде үлкен мәселе туған. Жартылай осындай ме? Енді оны балалардың, ата-аналардың сұранысына қарайды. Әрине 19-шы жылында қазақ тілді мектептер болу керек. Сұраныс солай, талап солай, ол солай болады да. Өйткені қазақ мектептері толып жатқан. 46-ші мектебіміз қазір аузы мұрнынан шығып тұр, жаңа айтқан қазақ мектебі. Оның жанында міндетті түрде қазақ мектебін ашамыз. Өйткені контингент сондай. Ал аралас мектепке сұраныс бар болып тұр, талап дегенде бір жағынан. Бар. Біз онымен кездестік, ондай жағдаймен. Біз осы 48-ді, 47-ні, 46-ны ашқан кезде кейбір ата-аналар айтты, неге аралас жасамайсыздар деп. Ондайда талаптар болды. Бірақ көпшілік мемлекет тілде оқытатын мектепті қажет еткеннен кейін сондай ашылды. Сондықтан ол жерде ешқандай қиындық болмайды. Қандай мектеп толып тұр, сондай мектеп ашамыз. Ал қазіргі анализ бойынша тек қана қазақ тілді мектептер толып тұр. Яғни қазақ тілді мектептер салынады. Ал енді ипподромның орны бар ғой Меналмайдағы. Иә. Елді ары өткен, бері өткен халық сол жерде бастарын қасып бара жатады. Не салынады екен бұл жерге деп. Ол жерде қалай көп қабатты үйлер салынады. Белгіленген ген план бар. Қазір мынау Сәтбаев даңғылының сол жағында драма театр Нұрлы жол салынып жатыр ғой қазір. Енді мына жағына көшеді.
қазір ол жерге мына магистралды жүйелер тартады, жаңағы су свет деген сияқты. Содан кейін жібек жолының оң қапталы, анау жаңадан жол салдық Алматы трассасына шығатын. Оған дейін және одан ары қарай, оған дейін 22-ші шағын аудан деп аталады, одан ары қарай 24-ші шағын аудан деп аталады. Сол жерге көп қабатты үйлер түседі. Мына жерде Динам базарын сол жерге салады, автобус ма дейме, бірдеңе салып жатыр ғой өзі. Жоқ, Дина базар деген. Жоқ, сондай автобус салып жатыр. Жоқ, ол жерде ОРЦ дейтін оптово распределительный центр. Ол жерге біздің Шығыс Қазақстан мынау ауыл шаруашылық өнімдерін көп өндіретін облыс қой. Ет болсын, сүт болсын, көкөніс болсын, басқа болсын, соларға жағдай жасау үшін сондай үлкен орталық салынып жатыр. Ол жердегі негізгі жұмыс мынау ауылдардағы фермерлерді қолдау, солардың өзінің сауда жасайтын жері болу, және сауда жасаған кезде кезінде мына фреш маркет сөйтіп салды ғой. Бірақ арты басқаша болды. Сондықтан да ол жерде қазір мынау СПК ертіспенен салып жатыр. Айтқанда үкіметтікі. Мына фреш маркет жеке меншік қой. Ауылдағы ауданнан келетін фермерлерге өзінің белгіленген орны болады, және ол орын тегін болады. Кеп саудалап, таңертең келіп кешке қайтады. Кешке қайтып барған кезде мысалы Әлібек 2 сиыр алып келсе, бір сиырын сатты, екінші сиырын сата алмады. Енді қайттан көтеріп әкетпеу үшін Әлібектің орны болады, тоңазытқыш болады, сол жерге етін өткізеді де ертеңінде қайттан келіп саудалайды. Сондай бір жан-жақты эффект беретін үлкен орталық салынып жатыр. Оның бер жағындағы аумақтың барлығы анау жаңа жолға дейін 22-ші шағын аудан деп аталады. Көп қабатты үйлер түседі. Қазір мына ипподромның орын жоқ дегенде бір 7-8 жыл салынады ғой енді. Ол жерге 50 шақты көп қабатты үй түседі. Қазір мына спорт нысандарының салына бастады ғой, көрдіңіздер. Соларға қарай ол басы сол ауданның. Ары қарай Есенберенің бер жағы, ар жағы, бұрынғы ипподромның бәрі сол 22-ші аудан деп аталады. Жақын бір 10-12 жылдан кейін менің ойымша мынау мен Новойға шығып барқандағы оң жақтағы дачалар бар ғой, соларға ауыз салуға тура келетін шығар. Көп қабатты үйлер салуға, өйткені басқа жер жоқ. Көп қабатты үйлер салуға, сол жердегі адамдарды жерін, үйін сатып алып, сол жерге көп қабатты үйлер түсетін шығар, екі жағынан менің ойымша. Басқа өткен жер жоқ. Қазір енді бірақ жақын бір 10-12 жылға жер жетеді. Біз қазір нұрлы жолды салып бітіруіміз керек, оның артында Самар шоссенің бойы бар, ол жерге де көп қабатты үйлер түседі. Одан кейін жаңағы ипподромымыз бар түсетін, одан кейін ар жағында 24-ші шағын аудан. Шешекке де көп қабатты үйлер шығады, түсе ме бұл жаққа? Көп қабатты жері. Мен жаңа бөліп айтымдарын тағы да қайталаймын. Көп қабатты үйлер драма театрдың артында 1-ші шағын аудан, ол жерде 38 үй түседі. Одан кейін 2-ші аудан спорт нысандарының оң жағында спорт деген район көтеріп береді. Қазір 7-8 үйдің қабырғасы көтерілді. Көрдіңіздер, мына фреш маркеттің арты, анау Рыпакова сарайының ар жағында артында салып жатқан, жоқ 19-да. Мынау сосын спорт нысандарының артында салып жатқан үйлер бұл 2-ші, 3-ші бұрынғы ипподром, 4-ші мынау жаңадан Алматы жолына шығатын трассаның ар жағындағы 24-ші шағын. Осы 3 жерде көп қабатты үйлер салынады. Жер үйлер Чечек, одан кейін 27-ші шағын аудан. Бұл айттым анау Қасым Қайсенов кентіне барған кездегі Атығай асуының асты бер жағы. 23-ке қарама қарсы. 23-тің бер жақ беті. Одан кейін 28-ші шағын аудан. Бұл жер үйлердің ауданы. Өскемен осылай қарай өседі. Рахмет, құрметті Жақсылық мырза, осы біздің сұхбатымызға келісіп, осылай ағыңыздан жарылғаныңызға рахмет. Сізге де жақсы, табысты, жемісті еңбек тілеймін. Осылай жұмысын істеп жүре беріңіз. Рахмет.